мен үшін оскорбление емес, комплимент болып естілетін сөздер. Киінгенің бір түрлі. Вау, рахмет. Демек мен бәрі сияқты бірдей емеспін. Ерекше стилім бар. Неге сонша түрің суық, қаталсың? Демек, өзімді бірінші орынға қойып, өзімнің комфортымды бірінші ойлағаным ғой. Бәріне әрдайым ұнау мүмкін емес. Сен қатты грубый болып кетіпсің. Просто баяғыдай барлығына шыдап, жеп қала бермейтін болғанмын. Ура! Сен макияж шығып кеткенсің ба? Ұмытып кетіппін ғой. Бірақтан мен өзімді жақсы, уверенно сезіну үшін макияж маған керек емес. Тым ашық киініп алыпсың. Рахмет, демек мен образым назар аударып жатыр. Ал ең бастысы өзіме ұнап тұр. Мұндайды инстаграмға салуға ұялмайсың ба? Бұл парақша менің парақшам ғой. Және кринж менің екінші атым. Өзіңді бала сияқты ұстайсың. Күлгім келген кезде күлемін, билегім келсе билеймін. Басқалар не ойлайды екен деп өзімді қыспақта ұстамаймын. Ура! Егер сен де инстаграм парақшаңды сенімді жүргізгің келсе, маған тіркеліп ал.